Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamu алейкум wa rahmatullahi wa barakatuh. Қадірменді көрермендер, мұхтарам жамағат. Бүгін сіздерменен, Алла қаласа, Алланың қалауыменен, мынау әс пайғамбар хақ жолы атты кітап. Осы кітаптағы жүректің рухани дерттері жайында тақырыбындағы жүрек дерттерінің 37-ші түрі тағдырға налу, шағымдану деген тақырыпта келген Құрандағы аяттар мен пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, салауаттарымен сізбенен бөліспекпіз иншалла. Қадірменді тыңдаушы жамағат, бірінші сөзімізді Алла Тағаланың сөзімен бастасақ. Қасиетті Құран кәрімнің Az-Zumar сүресінің 10-шы аятында былай дейді Алла Тағала: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама юваффас-сабируна ажрахум биғайри хисаб. Садақаллахул азим. Мағынасы: Алла Тағала негізінде сабырларға сыйлары есепсіз молынан беріледі деп айтқан. Бұл сипаттың көрінісі өмірдегі қиыншылықтар мен сынақтарды көтере алмай жазмышқа налығандығын сөзбен де, іспен де көрсетіп, байбалам салу арқылы болады. Бұл сипатқа қарама қайшы ұғым сабыр ету, яғни адамның басына түскен сынақ үшін өзін жазғырудан тежеп ұстамдылық танытуы. Ендігі кезекте пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрак хадис шәрифтеріне назар аударсақ. Бірінші хадис Абдулла ибн Аббастан, одан Алла разы болсын, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, қайсы бір адамның мал мүлкіне немесе өзіне қандай да бір сынақ келіп, оны жасырып, біреуге айтып шағымданбаса, Алла оның күнәларын міндетті түрде кешіреді. Имам Табараниде келген Әл-Муғжам Әл-Кабир 11-ші том 184-ші бетінде келген хадис екен. Әрі қарай Анас ибн Малик, одан Алла разы болсын, пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, иман екі бөліктен тұрады, бір жартысы сабырдан, екінші жартысы шүкірден тұрады деген. Бұл хадисті имам Дайлами жеткізген екен. Қиыншылық келген бойда сабыр сақтау сабырдың ең абзал түрі. Сахаба Анас ибн Малик, одан Алла разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, нағыз сабыр қиыншылық келген бойда сабыр ету деген. Бұл хадисті имам Бухари мен имам Муслим риуаят еткен. Сабыр бүкіл құлшылықтың тірегі және бүкіл күнәдан тосатын қалқан. Әрі қарай осы жүрек дерттерінің 38-ші түрі Алланың берген нығметіне шүкіршілік қылмау дейді. Алла Тағала кент тұрғындары Алланың нығметтеріне шүкірсіздік қылды да жасаған қылықтары үшін Алла оларға аштық пен қорқыныш киімін татқызды. Жұт пен үреймен жазалады деп айтқан. Нахл сүресі 112-ші аят. Шүкірсіздікке қарама қайшы ұғым шүкірлік. Алланың берген нығметтері үшін оны ұлық тұтып, қастерлеу, әрі соның нәтижесінде нығмет сыйлаушы Аллаға қарсы келмеу. Басқа деректе шүкіршілік деген нығметтің қадірін білу деп аталған. Алла Тағала былай деген: егер шүкір етсеңдер, онда сендерге нығметті еселей түсемін. Ибрахим сүресі 7-ші аятында. Және келесі бір аятта: егер шүкір етіп, иман келтірсеңдер, Алла сендерді азаптап не қылсын деген Ниса сүресінің 147-ші аятында. Абу Хурайрадан, одан Алла разы болсын, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ас ішіп шүкірлік еткен адам ораза ұстап сабыр еткен адаммен тең деген. Бұл хадисті имамымыз имам Ат-Тирмизи Сунан Ат-Тирмизи қиямет күнінің сипаты 2486-шы номердегі хадисте келтірген екен. Әрі қарай Ән-Нұғман ибн Бәширден, одан Алла разы болсын, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын,
Кім аз нәрсеге шүкір етпесе, көп нәрсеге шүкір етпейді. Кім адамдарға алғыс айтпаса, Аллаға шүкір етпейді. Алланың нығметі туралы айту шүкірлік, ал оның нығметі туралы айтпау күпірлік. Бірлік Алланың рахымына бөлейді, алауыздық Алланың азабына шақырады деп айтқан екен имам Ахметтің риwayатында. Осы жерден тоқтасақ, иншалла, келесіде Алла қадір етсе, жүрек дертінің 39-шы түрі жазмышқа риза болмау жайында сөз қозғамақ боламыз, Алланың қалауымен. Бұл хадистерді және бұл аяттарды имам Әл-Биркауидің Әс пайғамбар хақ жолы, яғни Ат-Тариқатул Мухаммадия деген кітабында келген жерлерден сізменен бөлістік. Естіп білгендерімізге амал етуді Алла Тағала нәсіп етсін. Тыңдаған қауымнан Алла Тағала разы болсын. Алла Тағала иманға келмегендерге иманға келуді нәсіп етсін. Иманда тұрғандарға иманын аманатты тапсыратын уақытқа шейін аман есен сақтау, және сол иманменен аманатты тапсыруын Алла Тағала нәсіп етсін. Ахир дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.